Бүгінгі видеода қалқанша безінің ұлғаюы зоб туралы айтатын боламын және зобты қалай үй жағдайында емдеу керектігін білетін боласыздар. Сәлем құрметті алтын достарым, жаңадан келген көрермендерім болса, қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода пайдалы ақпараттар көп болады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Зобтың бір атауы жемсау. Зоб ауруы қалқанша безінің ұлғаюынан пайда болады. Қалқанша безі адамдарда кеңсіріктің алдыңғы қабатында орналасқан. Қалқанша безінің ұлғаюы мойынның жуандауына әкеледі. Зоб ауруына шалдыққан кезде қалқанша безінің қызметі бұзылып, қалқанша безінің гормондары не аз, не көп мөлшерде бөлінеді. Бұл ауру тек шығармашылық адамдарда ғана емес, барлық кәсіп иелерінде болады. Оның себебі тұқымқуалаушылық, инфекциялар, психикалық жарақаттар, ағзаның әлсіреуі, шаршау, депрессия, орталық жүйке жүйелерінің жыныс мүшелерінің дұрыс қызмет істемеуінен болады. Асқынған жағдайда ағзадағы тұз бен су бұзылып, тамақ астындағы без ісініп, адамның көздері сыртқа шығып, беттері өзгеріп, тыныс алу қиындайды екен. Жүйке талшықтары қозғыштығы төмендеп, ми геометриясы өзгереді. Жүректің минуттық соғуы кемиді, миокард гипоксия қалыптасады. Ас қорыту кезінде қорытылу бұзылады, осыдан бастап қаназдық туады. Зобтың түрлері көп, соның ішінде көп тараған эндемиялық зоб 3 сатысы бар. Бірінші, қалқанша безі көрінбейді, сипалағанға сезілмейді. Екінші, қалқанша безі көрінбейді, бірақ сипалағанда сезіледі. Үшінші, қалқанша безі жұтынған кезде көрініп тұрады. Зобты үй жағдайында қалай емдейміз? Мен бір кітап сатып алдым. Денсаулыққа байланысты халық медицинасы, өзіңді өзің емдей біл деген. Соның ішінен сізге бір жақсы ақпаратты оқым келіп отыр. Зоб туралы, зобты қалай емдеу керектігі туралы жазылған. Зоб ауруын жазатын дәру. Кім зоб ауруымен ауырса, мынадай әдіспен дайындалған кашаны төмендегі ретпен пайдалану керек. 200 грамм грек жаңғағының дәні, 200 грамм шикі гречканы кофе тартқышына салып уатып аласыз. 200 грамм бал қосып, жақсылап араластырып 3 күн жеу керек. Содан кейін 3 күн үзіліс жасап, қайта пайдалану керек. Одан кейін пайдалану әдісі 9 күн жеп, 3 күн демалу. Дәл осылайша пайдалану 3-6 айға созылады. Зоб ауруынан жалыққан адам осы дәруден кейін құлантаза айығып кетеді деп жазған кітапта. Достар, кітаптағы ем сізге көмектеспей жатса, осындай емдік шөп бар, арнайы зобқа арналған. Толығырақ описаниеге номерін жазып кетемін. Достар, осы әдісті пайдаланып ем болып жатса, комментарияға жазып кетіңіздер. Және де ақпарат пайдалы болып жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Жаңадан тіркелмеген адамдар, каналыма өтініш тіркеліп кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өткен қоңыраушаны бассаңыздар, менің жаңа видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.